Сәлем достар, бүгін сіздерге үгілмелі песочный тестадан осындай ұйғыр самсасын жасауды көрсетемін. Бұл самсаларды қатырып қоюға да болады, немесе бірден пісіріп жеуге де болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 500 грамм ұнды илеуіштен өткізіп аласыз, және де 200 грамм сары май қосасыз. Мейлінше 60%-тан жоғары 72-80% майды қолданғаныңыз дұрыс. Қолымен осылай үгітіп песочный теста жасап аласыз. Бөлме температурасында емес, сары май кішкене қатылау болу керек. Қамырды дәл осылай үгітіп алдық. Үгітілмелі қамыр болып тұр. Енді осыған 2 жұмыртқа қосасыз, сосын 100 грамм 20%-дық дүкеннің қаймағын және 50 грамм су құйып, және 8 грамм тұз салуды ұмытпаңыздар. Ортасынан бастап қамырды илейсіздер. Мен басында осындай резиновый лопаткамен иледім, одан кейін қолмен илей бастадым. Қамырды енді барлығын біріктіреміз. Бұл тестаны қамырында сары май болғандықтан қамырымыз жұмсақтау болады. Аздап ұн қосып жіберсеңіздер де болады, бірақ көп қоспаңыздар. Енді пакетке салып, міндетті түрде холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Майы кішкене қату керек. Содан кейін оны кесіп қамыр жасайсыздар. Жарты сағаттан кейін бір басып қайта қоясыздар холодильникке. Осы уақыт аралықта салмасын дайындаймыз. 200 грамм тартылған етіңізге 500 грамм пиязды ұсақтап турап салып, тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Етті майсыздау түрін алғандарыңыз дұрыс. Енді 1 сағат уақыт өтті, қамырымыз тынып тұр, әдемі болып. Жұмсақ болса жайылмай кетеді. Осылай формасын ұстап тұратындай кезде кесесіздер. Әр қайсысын 45 граммен өлшеп аласыздар. Сол кезде сіздің самсаларыңыз бір келкі әдемі болып тұрады. 45 грамм болды, дәл осылай барлығын 45 граммнан бөліп алатын боламыз. 45 граммнан бөліп 11 сантиметр көлемінде, яғни дөңгелек етіп жайған кезде 11 сантиметр қылсаңыздар, қамырларыңыз идеальны болып шығады. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осындай қолға алақанға қойып, бір шетке жинап, дөңгелек пішін жасап аласыздар. Енді осы дөңгелек пішінді жасап болғаннан кейін қайтадан холодильникке салып қою керек. Өйткені ішіндегі сары май болғандықтан еріп кетеді, жұмсақ болып. Сол үшін бетін жауып холодильникке 1 сағатқа немесе морозилькке 15-20 минут қойсаңыздар да болады. Шетінен алып қамырды жая бересіздер. Егер бөлме температурасына тұрса, бөлме ыстық болса, қамыр еріп жайылмай кетеді. Сондықтан кішкене қатылау болғаны дұрыс. Осылай 10-11 сантиметр көлемінде дөңгелектеп жайып аласыздар. Ішіне бір ас қасық салмасын толтырып саласыздар, және қолыңызбен осылай шет жақтарын жақсылап бір-біріне жабыстырып, қысып шығасыздар. Әйтпесе жабыстырмайтын болсаңыздар, пісу барысында ашылып кетуі мүмкін. Енді видеоны мұқият қараңыздар. Дәл осылай ұйғыр самсасын өріп, осы әдіспен жасап шығасыздар. Ең соңғы шетін астына қойсаңыздар да болады, немесе қазір тағы бір түрін көрсететін боламын. Жоғарғы жағына қойып қойсаңыздар да болады. Міне салмасын салып алып, қолыңызбен шет жақтарын жақсылап жабыстырып шығамыз. Және видеодағыдай осылай өріп шығасыздар. Мен жартысын пешке салып пісіріп алдым, жартысы бөлігі морозилькке қатырып алдым. Морозилькте 2-3 сағат көлемінде толық қатады. Содан соң бәрін жинап алып, пакетке салып қоясыздар. Қатпай пакетке салмаңыздар, қатқаннан кейін салғандарыңыз дұрыс. Сол кезде бір-біріне жабыспайды. Ал ұзақ 2-1 күн бойы тұра берсе, қамырдың беті қаязып қалады. Дәл осылай видеодағыдай өріп аласыздар. Астына қаратсаңыздар да болады, соңғы үшін немесе жоғарға түйіп қойсаңыздар да болады. Енді жұмыртқаның сары уызына аздаған сүт қосып, осылай жақсылап барлық
беткі жағын жағып шығасыздар. Және де қалауыңыз бойынша осындай қара кунжут сепсеңіздер түрі әдемі көрінеді. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша өз үйлеріңізде бар кунжутты қолдансаңыздар да болады. Ал сатылымға шығаратын болсаңыздар, осындай қара кунжутпен жасасаңыздар әдемі болады. Және де 45 граммнан өлшеп кесіп, көлемін 11 сантиметр жайып алсаңыздар, және осы әдіспен түйіп сата берсеңіздер болады. Өте керемет, бәрі біркелкі әдемі болып піседі, және де бұл самса өте тойымды әрі тез дайын болады. Клиенттеріңізге де, отбасыларыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.